Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілей отырып, дүниетану сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы ежелгі қалалар. Бүгінгі сабақта біз ежелгі қалалардың қалай аталғанын картадан табамыз. Оның тұрғындары немен айналысқанын білеміз. Ғылымның сырын ұғамыз, шығамыз білім шыңына. Ұқыптылықпен зеректік жеткісін бізде өренді дүниетану сырына. Балалар, алдымен мына картаға мұқият назар аударайық. Шартты белгілеріне назар аударамыз. Мұнда қызыл сызықпен берілген белгі бұл жібек жолы. Яғни жібек жолы арқылы керуендермен сауда жасаған. Ал мына дөңгелек ақ белгі жібек жолындағы қалаларды білдіреді. Ертеде Қытайдан саудагерлер керуендерге тауар тиеп, Қазақстан арқылы Еуропаға жібек мата тасыған. Қытайдан шыққан керуен Қазақ даласындағы көптеген қалалардан өткен. Айта кететін болсақ, Отырар, Сығанақ, Құлан, Созақ, Егінді Бұлақ, Қойлық сияқты қалаларды кесіп өткен. Ұлы жібек жолы шығыс пен батысты байланыстырып, қалалардың тіпті мемлекеттердің пайда болуына әсер етті. Сауда керуендері Қытайдан жібек мата, түрлі тауарлар мен әшекейлер, ыдыстар тасымалдаған. Жібек мата сауданың басты тауары болып саналды. Шөлге ең шыдамды жануар түйе. Саудагерлер түйеге жүк артып ұзақ сапар шеккен. Жолдың аптап ыстығында әр жерге тоқтап демалған. Олар тоқтап демалған жерлерде ақырындап түрлі елді мекендер мен қалалар пайда болған. Ұлы жібек жолы Қазақстан мәдениетіне ықпалын тигізген байланыс жолы болды. Ұлы жібек жолы бойында үлкенді кішілі қалалар пайда бола бастады. Олар Отырар, Сығанақ, Құлан, Испиджаб, Тараз, Түркістан, Меркі қалалары. Балалар, ал енді ежелгі қаланың ерекшелігіне тоқталайық. Қаланың сырты биік дуалмен қоршалған. Қала тұрғындары ондай мықты дуалды жауларынан қорғану үшін соққан. Қалаға дуалдың түнде жабық тұратын үлкен қақпасы арқылы ғана кіретін болған. Қаланың ішінде де билеушінің өз сарайы бар екен. Жанында атақты адамдардың үйлері орналасқан. Шет жақтарында саудагерлер мен шеберлер тұрады. Шеберлер мен ұсталар әртүрлі құмыра, ыдыс-аяқ, балта, пышақ, әшекей бұйымдар жасайды екен. Балалар, Ұлы жібек жолындағы атақты қалалардың бірі Отырар қаласы туралы мына бейнетаспаға назар аударайық. Отырар Түркістаннан оңтүстікке қарай 57 шақырым қашықтықта орналасқан Қазақстан аумағындағы ежелгі қала. Орта Азиядағы сауда орталығына айналған ірі шаһар. Сәулетті Отырар қаласы Сырдария өзенінің бойында орналасқан. Қаланың жан жағы биік дуалдармен қоршалған. Отырар қаласы бірнеше жолдың тоғысқан тұсында орналасқан. Керуендер күндіз түні тоқтамастан әлемнің әр тарапынан Отырарға мата, зергерлік бұйымдар мен кітаптар жеткізіп отырған. Мұнда ұлы ғалым Әбу Насыр әл-Фараби өмір сүріп, еңбек еткен. Әл-Фараби өмірінің көбін Дамаск қаласында өткізгенімен, ғалымдар оның есімі осы қаладан шыққанын білдіреді дейді. Фараб Отырардың бұрынғы атауларының бірі. Отырар қаласын моңғол жаулаушылары талқандаған. Олар қаланы бірнеше ай бойы жаулап ала алмаған. Бүгінде ежелгі қаланың тек қираған орны ғана сақталған. Ашық аспан астындағы бұл кесене бізге ата-бабаларымыздың өмірінен сыр шертеді. Балалар, бүгінгі ежелгі қалалар мен оның ерекшелігі сендердің қызығушылықтарыңды арттыра түсті деген ойдамын. Олай болса, сендерге төмендегідей сұрақты қойғым келіп отыр.
ежелгі және қазіргі қалалар қандай болғанын салыстыр. Ұқсастығы мен айырмашылығын тап. Сендер бүгінгі сабақта ежелгі қалалар мен Ұлы Жібек жолы туралы білдіңдер. Картадан шартты белгілерді қолданып, қажетті ақпаратты таба алдыңдар. Ежелгі қала отырарға саяхат жасап таныстыңдар. Балалар, бүгінгі сабақ бойынша өзіңді бағдаршам арқылы бағала. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.